Арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп қолдау көрсетіп отырыңыздар. Әңгіме махаббаттағы көзсіз сынақ. Жігіт қызды шын жүрегімен сүйіпті. Қыз да ұнатады екен. Бірте-бірте олардың ара қатынасы жақын тарта бастапты. Жігіт тұңғыш рет қыздың ернінен сүйгенде дәл осы жігітпен ғұмыр бойы бірге болуым керек деп ойлапты. Қыз және еркелеп, мені қаншалықты сүйесің, қаншалықты сүйгенімді қалайсың? Мәңгі, тек қана мені депті күлімсіреп. Жігіт қыздың маңдайынан иіскеп мақұлдығын білдіреді. Бойжеткен тағы бұртиып, жоқ сенбеймін. Онда ажалым сенен жетсе де еш өкінбеймін. Бұл ойланбастан айтылған уәде және тым ауыр. Олар махаббат байлағалы 3 жыл өтіпті. Бұл 3 жыл барысында шексіз іңкәрліктің, адал махаббаттың бақытына шомылды. Және бір-бірін ең алғаш кездескен сәттегідей сүйеді. Бірақ бұл бір жұп ғашықтардың басына келеңсіздіктер орнай бастады. Жігіт қызда бірте-бірте алыстай бастапты. Бұрынғыдай еркелетпейді, суық мәміле жасайтын болды. Бейшара қыздың түсінуге талпынған кеңестері мен сұрақтары жауапсыз қала берді. Ақыры бір күні жігіт үйге әдемі киінген, шырайлы бір қызды ертіп келді. Жігіттің қалыңдығы сонда өзін алдауға тырысты. Және бейғам көңілмен жігіттен, бұл сенің досың ба? Әдемі екен деді. Иә, жақын досым. Қыз ештеңе айтпады, тек қана күлімсіреп қойды. Шай дайындауға кірісті. Сол сәтте оның ас үйден шыққысы да келмеді. Оның көз жасы жанарынан емес жүрегінен құйылып жатқан еді. Бұл азабын жігітіне сездіргісі келмеді. Өйткені ол жігітінің әлі де өзін жақсы көретініне сенетін еді. Шайдан соң жігіт әлгі қызы жетелеп үйден шығып, артына бұрылып, бүгінше заттарын жиыстырып қой, ертең бұл үйден көшіп кететін бол деді. Арудың ақыры шыдамы бітті. Не үшін? Бұған еш себеп жоқ. Махаббат тұрлаусыз, мен сені сүйе алмайтын болдым. Жігіт солайша бойжеткенді қолтықтап жолына кетті. Байқұс қызға сөйлеуге де орай бермейді. Тұрған орында мүсіндей қатып қалған қыз сәлден соң көз жанарындағы мұз түйіршіктерді ақыл-тегіл ерте бастады. Осылайша бәрі аяқталды. Арада көп күндер өткен соң жігітті жаңа қалыңдығымен бірге емханадан кездестіріп қалды. Қыз мұнда күн сайын жанына жегідей жеген уайым қайғыдан арылу үшін келген еді. Ал жігітше, қыз одан әлі де алаңдайтын, сүйетін еді, амандығын тілейтін. Сол үшін де білдірмей соңынан ілесіп отырды. Бүгіннен бастап емханада бақылауда болуыңыз керек. Сізге алмастыруға лайықты жүрек табылғанға дейін. Егер тура келер жүрек табылмаса, онда сіздің өміріңізді сақтап қалу қолымыздан келмейді, деді дәрігер. Дәрігердің кеңесінен сыртында тұрып, ол сөздер естіген қыз қатты азаптанады. Жігіт үшін тағы да жас төкті. Үйіне қайтып келген соң тіпті де қайғырды. Терезе алдында мелшиіп, ас кем тұрған соң қолына қалам алып хат жаза бастады. Сосын жігітке телефон соқты. Алло, телефон тұтқасын нәзік үнмен оның жаңа қалыңдығы алды. Мен соңғы мәрте кездесейін деп едім. Сенен өтінгенім болсын, тек соңғы рет. Тұңғыш рет кездескен бақта оны күтем. Оның бәрін естіген жігіт, олар алғаш рет кездескен, алғаш рет махаббат байлаған бақшаға келеді. Қызды уақыт бойы сабырсыздана алаң көңілмен күтеді, бірақ қыз келмейді. Қас қарая жігіт үмітсіздене түлкіні түсіп емханаға қайтты. Бірнеше күннен соң жігітке ота жасалынды. Жүрек көшіру отасы қатерлі әрі ауыр. Жігіт қуанышына қойнына сыймай, осыдан аман болсам, ең алғаш жұмысым оған бәрін де түсіндіру. Өзіңнің де көзің жетті, ол сені сүйеді, шексіз сүйеді, түсіне қабылдайтынына сенемін. Жүрек көшіру отасы сәтті аяқталды. Жігіт есін жиған соң қызға телефон шалады, қабылдайтын адам жоқ. 1 рет, 2 рет, 3 рет ол тоқтаусыз телефон шалғанымен бәрібір жауапсыз қалды. Оны қатты ренжіттім, енді қайтып қайырылмайды маған деп қайғырды жігіт. Олай емес, мүмкін бір жұмыс шығып қалған шығар, телефон ұмытқан шығар, үмітіңді үзбе деп қасындағы бойжеткенде. Сол сәтте дәрігер кіріп, саған жүрегін сыйлаған қыз бейне өз өлімін сезгендей-ақ емханаға өсиет қағазын қалдырды, ғажап дейді таңдаған бейнемен. Маған жүрегін сыйлаған адамды көруме бола ма? Олар сүйек бөліміне келді. Дәрігер басын шайқап, қарашы, бейне ұйықтап қалғандай-ақ. Тіпті қорқынышты емес, күлімсіреп қана жан үзген. Жігіт қыз бетіндегі ақ жамылғыны ысырып, оның жүзін көргенде қаққан қазықтай мелшиіп қалыпты. Қолындағы жамылғы жерге сусып түскен сәтте шыжынданған кісідей аласұрып, еңіреп жылап жіберді. Оның өкінішпен, қасіретпен жылаған айқайлаған дауысы бүкіл әлемді жаңғыртты. Оның қасындағы қыз жаңа қалыңдығы болмастан жігіттің әпкесі еді. Тек інінің сөзін еріп, оны сынап көруге келіскен қыз дәл осы сәтте уақытты кері қайтаруға амалсыз еді.
Мынау қасіреттен мелшиіп қалған ол үнсіз ғана мәңгілік ұйқыдағы қыздың жүзіне қарауға дәрменсіз. Тек соңғы сәтте ғана қыз қолындағы жұмарлап ұстаған қағазға көзі түсті. Хатта былай деп жазылыпты: сүйіктім, кешір мені, және мен үшін қайғырма да. Бақытты болуға тырыс, сен бақытты тәтті күндеріңді, әдемі күлкіңді жұлдыздар арасынан көріп тұратын боламын. Екеуміз алғаш кездескен бақшаға шақырған кезде мен де барғанмын. Ту сыртынан сені бақылап тұрдым. Тек саған көргім келмеді. Тіпті қас қарайғанға дейін сені күзетумен болдым. Өйткені келбетіңді, тұлғаңды мәңгі есімде сақтағым келді. Тұрлаусыз махаббатыңды, тұрақсыз уәдеңді мен кештім. Мені сүймесең де өкінбеймін. Тек саған арналған деп соққан жүрегім еді. Сенің кеудеңде тыныстайтын болады. Сонда ғана сенің кеудеңдегі орныңды басқа ешкім де иемдене алмайды. Онда тек мен бармын, тек мен ғана. Жүрегімді кеудеңе аманаттап қалдырдым. Оны енді жылатта көрмеші, сүйем сені. Жер бетіндегі жалғыз түйір қара ноқатқа айналған емханадан жаңғырған жылау, ашты өксік пен өкініш қара аспанды жұлдыздарға анық естіліп жатты.